Лайк басқандан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бисмилла деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, армысыздар? Арнама қош келдіңіздер. Әдеттегідей достар, видеомды бастамай жатып сіздерден қолдау күтемін. Бұл видеоны дайындауға біраз уақытым кетті. Сіздер үшін қызықты болады деген ойдамын. Жақсылап қолдап жүріңіздер достар. Және де өткен видеода подписчиктердің составтарына баға берген болатұғынмын. Бәрі сұраған екен, оны қалай составтарын жіберді деп. Мен телеграм каналымның ссылкасын қалдырып кетем достар. Телеграм каналыма файлмен жіберсеңіздер, келесі бөлімін шығарған кезде міндетті түрде сіздердің составтарыңызға баға беретін боламын. Егер ол видеоны әлі көрмеген болсаңыздар, көріп лайк басып кетіңіздер. Сонымен қатар көбісі лига сұрап жатыр. Мен өзіме лига аштым. Ереке футбол деп тұрады. Осы лигаға кіріп қосылсаңыздар болады. Бүгінгі видеода достар, енді мен составымды прокачать етем. Көбісіне қызықты болады деген ойдамын. Яғни рейтингін көтеретін боламын, жаңа ойыншылар алып. Олай болса көп созбайын достар, бастайық. Ең алдымен достар, мына жерде мен 50 фрагменттен алып олайын. Содан кейін награда ПГ деген жерге кіреміз. Бұл жерден әрине мен Букайо Саканы алатын боламын. 800 очко жинадым. Біраз матч ойнауыма тура келді енді. Әйтеуір жинадым 800 очконы. Қазір алатын боламыз. Тамаша волкаутпен бізге түсіп келе жатыр бұл ойыншымыз. Көптен күткен ойыншы Англия. Оң жақ қапталдағы вингер, Арсеналдың Сакасы. Керемет ойыншы. Жас жұлдыз десек те болады. Скриншот жасап алайық. Футболдың болашағы десек те болады. 5 миллион тұрады екен. Бірақ енді бізге составқа керек. Келесі шығарылымда біз уже Карасканы алатын боламыз. Ой, Артурды. Очко жетпей жатыр, біраз жинайтын боламыз бұйыртса. Одан кейін мына жерде абонементтен менде пока наградалар жоқ екен. Составқа өтейік достар. Схеманы ауыстыратын боламыз. 4-3-3 обычный схемаға қоятын боламыз. Бізде қақпашыға достар Бауменді алдым. 3 миллионға ма сатып алдым. Басқа енді жақсы вариант жоқ болды. Рейтингі жоғары. Оның үстіне. Одан кейін орталық қорғаушыға әрине Рафаэль Талойды алдым. 3 миллионға сатып алдым бұны да. Екінші орталық қорғаушыға Ланглені алдым. Себебі Лангле мен Талойдың усилениялары бірдей болды. Оң жақ қапталға әрине Эшли Янгты түсіріп алған болатұғынмын. Мен видеодан тыс түсіріп алдым оны. Одан кейін сол жақ қапталға әрине Уолкер Петерс, событиядан тегін алған ойыншы. Әзірге енді мен составыма болады. Одан кейін жартылай қорғаныста Эрейра әрине пактан түсіріп алған. Одан кейін екінші жартылай қорғаушы ол Бастони. Оны да пактан тегін түсіріп алған болатұғынмын. Жап-жақсы ойыншы. Ойнап көрдім, жалпы ойыны жақсы. Одан кейін сол жақ вингер әрине ол Ланзини болады менде. 3,5 миллионға сатып алдым бұны да. Одан кейін шабуыл шебінде Варди. Бұны сәл қымбаттыраққа сатып алып қойыппын. Қазір бағасы түсіп қалыпты 6,5 миллионға дейін. Ал оң жақ қапталда әрине бізде Букайо Сака ойнайтын болады. Өте мықты ойыншы. Жақсы. Жалпы бізде осындай состав. Қазір заменадағы ойыншыларды алып тастайын мен. Осылар ғой бәрін құртып тұрған. Так. Болды достар. Енді қазірдің өзінде 108 рейтинг болды. Длинные пасы деген усиление көтеретін боламыз. Артурды алам. Сонымен 3 ойыншыда бір усиление болатын болады. Скорості әрине көтереміз. 2 мықты ойыншыда. Жақсы. 8-ші уровеньға дейін көтеріп тастадық. Өте мықты. Видениені әзірге көтермейміз.
темпті көтереміз. Әрине Эшли Янг бар бұл усилениеде. 8 уровеньға дейін көтердік. Рефлексті көтеретін боламыз, достар. Қақпашы үшін ең жақсы усиление осы рефлекс. Так, қазір бізде уже 109 рейтинг болды. Енді бізге 110 рейтинг жасауымыз керек. Ол үшін енді ранг беретін боламыз. Бізде заменада кімде ранг бар еді? Бізде Авилия деген ойыншыдан ранг беретін боламыз. Сакаға ранг берейік, достар. 44 ақ жетон кетеді екен. Жетон жетеді бізде. Так, одан кейін Мбума деген ойыншы бар бізде. Одан да ранг беретін боламыз Ланзиниге. Так, осымен Ланзиниде да ранг бар. Сонымен 110 рейтинг жасадық, достар. Әзірге осымен тоқтай тұрамыз деген ойдамын енді. Бұдан артық біз қазір ранг көтергенмен бәрібір рейтинг көтере алмаймыз. Одан пайда жоқ қазір рейтинг көтергенмен. Қазір екінші состав, так, осыны. Бұл екінші состав болатығын. Бұны удалить етіп тастайық, достар. Осылай менде әзірге 110 рейтинг. Енді 2 аптаға жетер-жетпес уақытты көтеріп алдым. Қазір тест ретінде бір матч Division Rails'ты ойнап көрейік, достар. Менің ойыншыларының әуселесін көріңіздер, қаншалықты мықты екенін. Так, бізде шанс көбірек қарсыластан қарағанда. Так, достар, қазір загрузка болып жатыр. Ал олай болса бір матч VS атака ойнап көрейік. 103-те 80 сыгренс дейді. Бізде 110 рейтинг, бірақ бізде сыгренс кішкентай. Алдағы уақытта көтеретін боламыз, ол үшін біраз ойнау керек. Варди енді жылдам ойыншы емес. Бұл жерде Бастони өте жақсы. Әдемі крутить етті. Ланзини жылдамдығы өте тамаша, соққы. Әдемі гол салып отыр. Қарсыласта қалсар емес. Ланзини өте тамаша ойыншы, достар. Және де 3-3. Бұл жерде Ланзиниге доп келді. Тамаша. Жалпы өз бағасын өтейді Ланзини. Алсаңыздар өкінбестер. Бұл жерде енді Варди өте слабыйлау. Екінші қабатта ойнай алмайды, яғни әуедегі допқа дұрыс таласамайды. Навеспен пас берсең көтеріп гол сала алмайды, өте нашар ойнайды енді екінші этажда. Бұл жерде өзім қателігім болды. Сака қосылмай жатыр атакаға. Бұл жерде Гулит штрафнойдан тығу керек. Салды. Ой, жоқ, салған жоқ. Бұл жерде Бастони. Сака қайда өзі? Ланзини жақсы теңестірді есепті. Бұл жерде Гулит әдемі. Бұл жерде Ланзини тамаша. Саканы көре алмай жатыр мен, достар. 10-8, 10-9 бұл матчта жеңдік. Бірақ мен Саканы көре алмай жатырмын атакада. Тағы бір матч ойнап жүрейік. Менде шанс өте көп енді бұл. Мировой класс 3-те жүрмін мен әлі. Көп ойнамайым. Так, екінші матчымызға кеттік. Интернет слабыйлау болғаннан кейін түсінесіздерден ойдамын. Интернет арасында естіп істемей қалатындар бар енді біраз. 104-те 82 сыгренс дейді. Бізде 110 сыгренс кішкентай болғанмен бізде овері өте жоғары. Ал кеттік, достар, Варди, Сакаға көреміз. Сака әдемі. Оң аяқпен де әдемі салады екен Сака. Гулит жақсы.
Гулит өтте тамаша ойыншы, алғаныңа өкінбейсің, оның үстіне теп-тегін береді. Любой момент гол салады достар Гулит. Гулит еще финты радуга, міне әдемі гол салды. Так, бұл жерде Сакаға келді наконец-то момент. Сака тамаша, өте мықты ойыншы. Так, бұл жерде Ланзини, бұл да мықты ойыншы. Бұл жерден тағы да Ланзиниға момент кепті. Финтпен алда өтіп гол салды. Эрейра, Ланзини, дай-ай. Бұл жерден мен Саканы іздейші. Сака мына жаққа кетіп қапты. Финтпен алда өтті, жылдамдығы жақсы. Подкрутка, гол. Өтте тамаша. Ланзиниға көп момент кеп отыр, өзі Вардиға да кетіп қойған менде. Гулит штрафнойдан әрине салат. Эрейра. Жақсы, онда 5. Бұл жерде Сакаға момент келді. Жақсы, ближний углға салды, жақын бұрышқа. 12-де 6 деген есеппен жеңіске жеттік. Менен осындай видео болды достар, енді бүгіндікке. Еңбегімді бағалап, лайк басып қолдап жібересіздер деген ойдамын. Келесі кездескенше достар, сау саламатта болыңыздар.